қарындас. Тасаңыз. Кішкене жолдан былай тұрың. Сіз мына Глобада істейсіз бе, кіріп бе? Иә. Мына баламен жұмыс жасайсыз ба? Күнде солай ма сонда? Мына баланы үйде қарайтын адам жоқ па не? Қарайтын адам жоқ, сеніп тұрамыз. Сіз баша қай жақтан келдіңіз? Өзім Жетісайдамын. Жетісайдам. Жетісай, мына Шымкент жақтансыз ба? Мен жаңа сізді мына ана жақта балаларға мына пирожка алып жатқан жерін көріп қалдым да. Мен түсінбей қалдым, мына қалай үш баламен бірге жұмыс жасап жүр ма деп жаңағы. Енді мына коляскамен енді қаланың ішінде енді Глобус дегенде қаншама километр жүру керек мына. Енді мына мен автобусқа міне алмайсың енді жаяу жүресіз. Автобуспен жүремін. Жүресіз ба? Автобус болсын бәрі енді кіргізіп тұру дегенде шығару ғой. Енді мына клиенттердің бәрі енді заказды апарған кезде автобустың алдында күтіп алмайды ғой, үйін апарасыз, іздейсіз мына. Енді сізге мына өте ауыр екен, түсініп тұрмын. Мына сіздікі аты Глобан болмайды, е? Мына басы балалардың неше? Осы екеу. Екеу ме? Мына басқа жұмыс жоқ па? Негізі? Жұмыс табылады, просто тастап кететін адам жоқ. Мектепке апарып әкелу керек, баламның кішкене ауыратыны бар. Сол қарап отырмын. Түстен кейін, қызым сабақтан кейін 1-2 сағат Глобаға шығып беремін. Квартира төлеу керек. Балаңызға енді емдетуге қанша қаржы керек? Оны бір шетелден емдету керек, Қазақстанда ма? Ташкентке баруға. Қайда? Ташкентке бару керек. Қанша қаржы керек? 500 мыңдай керек. 500 мыңдай. 500 мың? Жинаумен. Бірғанда Қазақстанда ондай жомарт азаматтар бар, бірақ көмектесе алатын. Бірақ қазір мына Каспий голдыңызды мен шығартайын десем, бұл жерде айтатын болсам, қазір мына Каспий голд шығарту болмайды, ана қалай айтқан болады енді. Айыппұл салады дейді, сондай заң шықты. Енді қалай көмектесем? Бір жолдар бар ма? Енді мына естіп қалған бар, 250 мыңнан ақша түсіп кетті дейді жаңағы. Мына тексереді дейді. Коммерциямен айналысып жатыр деп. Бірақ енді қалай білмей тұрмын. Қазір мен мына тікелей эфирде шығып болғаннан кейін сіздің телефонды тұрып алайын. Енді мына видеоны мен қазір рұқсат түсіріп отырмын. Әлеуметтік желіге қалай қарсы емессіз ба? Енді маған хабарласқалы мүмкін, енді хабарласқан адамдар болса, мен оларға мүмкін телефон беріп қаламын. Енді көмектесем деген адам, жомарт адамдар болса.